Қаңтар ұбт-да информатикадан келген көп оқушылар түсінбеген тапсырма. Осыны енді бірге шығарып көрейік. Графтың салмағы бар матрицасы берілген, А төбесінен F төбесіне апаратын ең қысқа жолды тойымсыз алгоритм арқылы табыңдар деген. Яғни бізде А төбесі мынау тұр, F төбесіне дейін баруымыз қажет. Тойымсыз алгоритм бізде ең азын таңдауды білдіреді. Яғни А қатарындағы, мына қатардағы ең азы қандай? 2 деген сан болып тұр. Яғни ол В төбесіне сәйкес келеді екен. Келесі енді В төбесінен ең азын таңдаймыз. 2-ні алып тастаймыз, себебі А төбесінен келдік өзіміз. Мына 2 ішінен ең азы бізде қайсысы болып тұр? 7 болып тұр. 7 ол бізде Д төбесі болып тұр. Д төбесінен енді ары қарай таңдайтын болсақ, ең азы ол қайсысы болып тұр? 1 болып тұр. Яғни біз не істедік? F төбесіне бардық. Сонда жауабы қандай болды бізде? А төбесі, одан кейін В төбесіне бардық. Келесі Д төбесі, одан кейін бірден Д-дан кейін F-қа бардық. Соны есептейтін болсақ, А төбесінен В төбесіне барғанда бізде 2 болды. Келесі Д-ға барғанда 7 болды. Келесі F-қа барғанда 1 болды. Сонда есептейтін болсақ 10 шығады. Яғни бізде дұрыс жауабы қандай болады екен? А, В, Д, F және 10 болады екен.